Апа ақша табу үшін сынған арбамен темір жинап жүр. Көпшілік егде жастағы әйелге көмектескісі келеді. Бұл туралы Экспресске жазды. Темір тиеген апаның арбаның дөңгелегін жөндеп жатқанын көруге болады. Жазба авторы көрерменді егде жастағы әйелге көмектесуге шақырды. Өзі де Рамазан айында сауаптан құр қалмай, апаға қол ұшын созғанын айтты. Бейненің қай жерде түсірілгені және автордың кім екені әлі белгісіз, бірақ бұл іс көпшілікті сүйсінтті. Алматылық еріктілер ораза тұтсаң белгі бер деген жазуы бар плакатты ұстап, көліктегілерге ауызашарға қажетті заттарды таратты. Қайырымды жандар өз есімдерін жарияламады. Қайырымдылық қазақ халқының мінезіне сіңіп кеткен қасиет сияқты. Көшеде келе жатып мейірімді жандарды талай кезіктіруге болады. Тіпті қараусыз мысықтарға тамақ беріп жатқан балаларды да көрген шығарсыз, е? Жақсылықтарыңыз өздеріңізге еселеніп қайтсын. Материалдың толық нұсқасы сайтта. Бұл Экспресске жаңалықтары. Уақыттарыңызды үнемдеңіздер.